Бұл ауру қазір инсульттен де жылдам таралып жатыр. Соңғы 27 жылда әлем бойынша подагра 5,5% жиірек анықталатын болған. Ал адамдар жоғалтатын өмір жылдарының саны бұдан да көп өсті. Дәрігерлер қатты алаңдап отыр. Бүгінгі таңда әлем жаңа подагра эпидемиясын бастан кешуде. Мүмкін сіз де бір күні ревматологтың кабинетінде отырарсыз, немесе қазірдің өзінде бұл аурумен күресіп жүрген боларсыз. Подагра артриттің түрі, яғни буындардың қабыну ауруы. Грек тілінен аударғанда подагра аяққа арналған қақпан дегенді білдіреді. Бұл атау өте дәл келеді. Себебі ұстама кезінде науқас адам бірнеше сағат бойы жан шыдатпас ауырсынуды бастан кешіреді. Ауырсынудың көзі қабынған буын, ал оның себебі несеп қышқылы тұздарының жиналуы. Әдетте бірінші соққыны аяқтың бас бармағы алады. Дәл осы жерде несеп қышқылы жиі жиналады. Бірақ ол басқа саусақтардың буындарында да, тізеде, шынтақта, білекте, тобықта да жиналуы мүмкін. Яғни подагра несеп қышқылы қай жерде жиналса, сол жерде пайда болуы ықтимал. Подагра несеп қышқылының ағзада тым көп болуынан пайда болады. Яғни ол зат алмасудың бұзылуымен байланысты. Ал несеп қышқылы аздап болса, ағзаға қажет. Ол жасушаларды тотығудан қорғайды. Күннен қорғайтын крем сияқты, несеп қышқылы да жасушаларды күн сәулесі тәрізді тотығу стрессінен қорғайды. Бірақ мәселе басталады. Әдетте бүйрек артық несеп қышқылын қанды сүзу арқылы шығарады. Бірақ ол тым көп түзілсе, бүйрек үлгермей қалады. Несеп қышқылы артық жиналып, буындарға шөгеді. Неге дәл аяқтың бас бармағында? Себебі аяқ дененің ең салқын бөлігі. Оның үстіне бұл буын жүру кезінде күш түседі, жиі қабынады. Бұл да кристалдардың пайда болуына ықпал етеді. Ал енді сұрақ. Неге бір адамдарда несеп қышқылы нормада болса, басқаларында цунами сияқты жиналып кетеді? Артық қайдан шығады? Білесіз бе, ағза өзі несеп қышқылын шығармайды. Ол пуриндердің ыдырауынан пайда болады. Пуриндер дегеніміз біздің ағзамыздағы әрі тағамдағы ерекше заттар. Олар отын секілді, энергия береді және жаңа жасушалар түзуге қатысады. Пуриндер барлық тірі ағзалардың жасушаларында бар. Кейбірінде көп, кейбірінде аз. Ең көбі қызыл етте, беконда, қызыл шарапта, шоколадта, мидияда, ашшаянда. Ал рекорд сыраға тиесілі. Көп пурин жесек, көп несеп қышқылы түзіледі. Сол үшін подаграны расымен тамақ арқылы жасап алуға болады. Бірақ тек генетикалық бейімділік болған жағдайда. Бірдей тамақтанса да, біреуде подагра пайда болады, ал біреуде жоқ. Артық кристалдар жиналып, белгілі бір деңгейге жеткенде, әлі толық зерттелмеген басқа факторлардың әсерімен қабыну басталады. Қабыну бұл ағзаның жауабы. Шанышқы кіргенде қалай қызарып, ауырып, ісініп кетсе, буындағы кристалдарға да ағза дәл солай қарсы әрекет етеді. Бірақ мұнда қабыну өте қатты болады. Ауырсыну жан төзгісіз. Подагра жай ғана ауырсыну емес. Ол мүгедектікке, буындардың деформациясына, тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Өзі өлтірмесе де асқынулары қауіпті. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, инфаркт, инсульт. Подагра 3 сатыда дамиды. Жедел ұстама, жедел артрит кезеңі. Әдетте аяқ астынан көбінесе түнде басталады. Ауырсыну өте қатты, буын ісініп, қызарып, ыстық болып кетеді. Көбіне аяқтың бас бармағы зақымдалады, бірақ тізе, шынтақ, тобық сияқты басқа буындар да ауыруы мүмкін. Ұстама бірнеше күнге, кейде 1-2 аптаға созылады. Ауырсыну басылғаннан кейін адам өзін сау сезінеді, бірақ ауру жасырын түрде жалғасады. Екінші, аралық кезең. Интермиссия, межприступный период. Бұл ұстамадан кейінгі тыныш кезең. Ауырсыну басылып, адам өзін қалыпты сезінеді. Бірақ буындарда патологиялық өзгерістер жалғасып жатады. Бұл кезең айлар мен жылдарға созылуы мүмкін. Егер диета сақталмаса және ем қолданылмаса, жаңа ұстама міндетті түрде қайталанады. Үшінші, созылмалы саты, созылмалы подагра. Ұстамалар жиілеп, уақыт өте тұрақты сипатқа ие болады. Буындарда тофустар пайда болады.
Олар несеп қышқылының кристалдарынан түзілген қоймалар. Буындар деформацияланып, қозғалысы қиындайды. Бүйрекке зиян келіп, тастар түзіледі. Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етіп, гипертония, инсульт, инфаркт қаупін арттырады. Неліктен емдеусіз қалдыруға болмайды? Подагра тек буын ауруы емес, бүкіл ағзаға әсер етеді. Бүйрекке зиян. Несеп қышқылының артық мөлшері бүйректе жиналып, тастар мен бүйрек жеткіліксіздігіне әкеледі. Жүрекке зиян. Қан қысымы көтеріледі, жүрекке күш түседі. Тамырларға зиян. Инфаркт пен инсульт қаупі артады. Ауруды жеңілдетудің халықтық тәсілдері. 1. Арақ пен судан жасалған компресс. Арақ пен суды тең бөлікте араластырып, дәкеге сындырып, қабынған буынға таңады. Жоғарынан целлофан және жылы орамал жабады. 6 сағаттан кем емес ұстау қажет. Бұл ауырсынуды азайтады, ісікті түсіреді. 2. Тұзды компресс. Теңіз тұзын пайдалану ұсынылады. 1 литр жылы суға 3 ас қасық тұз салып ерітіп, дәкені малып, ауырған жерге таңады. Түнге қалдыруға болады. Соль ісікті тартып, қабынуды жеңілдетеді. 3. Алма сірке суымен таңғыш. 6% алма сірке суына дәкені малып, буынға таңып, үстінен целлофан жауып, жылытып қояды. Бұл тәсіл несеп қышқылының жиналуын азайтуға және уыттарды шығаруға көмектеседі. Әдетте әр 2 күн сайын қайталанады. 4. Йод пен майлау. Йодты буынға тор қылып жағады, кейде халық арасында йод ерітіндісіне аспирин таблеткасын қосып, 5 таблетка. Дайын қоспамен ауырған жерді бірнеше рет майлау қолданылады. Бұл ауырсынуды бәсеңдетіп, қабынуды азайтады. 5. Сода қосылған су ішу. Ас содасы ағзаның қышқылды сілтілі теңгерімін өзгертеді. Әдетте 1 стакан жылы суға 1/4 вәр шыла шай қасық сода салып, араластырып ішеді. Бұл әдісті дәрігердің кеңесінсіз қолданбау керек, себебі асқазанға әсер етуі мүмкін. 6. Лимон суы. Лимон шырыны несеп қышқылының деңгейін азайтуға көмектеседі. 1 стакан суға жарты лимонның шырынын қосып ішуге болады. Бұл ағзаны сілтілеуге көмектеседі. Диета. Дәрігерлер подаграда номер 5 диетаны ұсынады. Бұл диетаға сәйкес қызыл етті, сиыр, қой, кейбір балық түрлерін, майлы сорттар, су өнімдерді, бауыр, диюрек, жүрек және алкогольді толық шектеу керек. Жақсы нұсқа жерорта теңізі диетасы. Оның негізі көкөніс, жеміс, көкшөптер, зәйтүн майы және жаңғақ сияқты пайдалы майлар. Балықтың жеңіл түрлері, теңіз өнімдері емес. Дәнді дақылдар мен бұршақ тұқымдастарды қалыппен қолдану. Жалпы подагра кезінде тамақты аз-аздан, бірақ жиі ішу ұсынылады. Артық тамақтану ауруды асқындырады. Ал содамен емдеу әдісін ең тиімділердің бірі деп атайтындар бар. Бұл Неумывакиннің әдісі. Подаграны емдеу үшін соданы дұрыс пропорцияда дайындау керек. 1 стакан суға ас содасының 4-тен 1 шай қасығын салып араластырыңыз. Неумывакин соданы ыстық, шамамен 70-тен 80 градусқа дейін суда ерітіп, кейін ерітіндіні 50 градусқа дейін салқындатуды ұсынған. Содан соң, осылайша дайындалған ерітіндіні ішудің сызбасын айтқан. 3 күн бойы күніне 3 рет ішіп, соданың мөлшерін біртіндеп жарты шай қасыққа дейін көбейту керек. Кейін тек күніне 1 рет, таңертең ашқарынға жарты шай қасық содасы бар стакан суды тамақтан 30 минут бұрын ішу ұсынылған. Соданы қабылдаған кезде жеңіл бас айналу, жүрек айну болуы мүмкін. Бұл жанама әсер, уақыт өте кетеді. Ал ауырған буынды емдеу үшін халық арасында әр түрлі әдістер қолданылады. Көпшілік көк немесе ақ балшықты, сондай-ақ тұзды көлдерден алынған балшықты, баскунчак эльтон, қабынған буынға жағады. Тағы бір танымал тәсіл сары май мен медициналық спиртті 300 грамға 100 мл пропорцияда араластырып буынға жағу. Сондай-ақ буынға жапырақ жапсыруды да қолданады. Мысалы, жапырақ лапуқты қойса, жеңілдік береді дейді. Бірақ ең көп тараған кеңес Неумывакинның содамен емдеу әдісі.
Көпшілік оны подаграны емдеудің ең тиімді тәсілдерінің бірі деп атайды. Алайда есте сақтаңыз. Кез келген халықтық әдіс тек қосымша көмек. Негізгі емді дәрігердің тағайындауы қажет.